видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, Кубка, Суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Бұрыштамайды Астана үшін мүмкіндік. Тамаша пас және есеп 0-1. Құрметті көрермен, Астана командасы есеп ашты. Алихан Сайранов гол соқты бүгінгі ойында. Тамаша. Алихан Сайранов есеп ашты. 17-ші нөмірлі футзалшы. Кешегі ойында жетісу есеп ашса, бүгін барлығы керісінше. Бұштаманы көтерілген доп. Не үшін екені түсініксіз. Ешкім жаппады бұл жерде Алихан Сайрановты. Жетісудың 4 ойыншысы да қақпадан алып тұр. Сонымен төрешінің ысқырығы шалынды. Және гол! Қалай орындады бұл комбинацияны? Бұл айыпдауын Астана командасы 0-2. Хади Ахмади гол соқты, құрметті көрермен. 14-ші нөмірлі Астананың ойыншысы Әзірбайжан, Иран елінің қос азаматтығын алып алған Ахмади биылғы чемпионаттағы 10-ші голын соғып отыр. Бос қақпа, Индия алға қарай шығып кеткен. Борханов бірінші Карпюкке берді. Карпюк Болат Сарбасов қапталға пас. Және өте өкінішті Астана командасы үшін қақпашының қателігінен гол жіберіп алды. 1-2. Жетісу есеп айырмасын қысқартты қазір. 16-ші минутта. Қараңыздар, қапталдан тепті. Аса бір жойқын соққы емес. Қақпашы дайын болмай қалды деп айтсақ болатын. Сарбасов, Төрехан. Пас өтпеді. Сарғағазы бар, абайлап ойнау керек. Ахмет Борханов, қарымта шабуылды Астана. Борханов! Есеп 1-3, құрметті көрермен. 1-3. Енді ғана есеп айырмасын қысқарттық па деген кезде Астана қарымта қайтарды. Міне 3-ші голды соқты. Көзге түскен Ахмет Борханов. 95-ші нөмірлі ресейлік легионер. 5-ші голын соғып отыр. Чемпионаттағы қарымта шабуылды өткізіп алды. Барнева пас берді. Гол! Жомарт Тоқаев есеп айырмасын қысқартты, құрметті көрермен. 2-3. 26-шы минутта Тоқаев бірінші таймда сарғағаз алған еді бұл жігіт. Сол сарғағазын жуып шайды. 2-3. Тамаша ұйымдастыра білді. Стандарт міне қақпашы орнынан шығып кеткен. Тоқаев тура қақпашының жанынан өте жойқын соққы бағыттады. Енді Астана. Алихан Сайранов және гол! Астана көп созған жоқ. Қайтадан есепті ұлғайтты. Борханов дубль авторы атанды. 1 минуттың ішінде 2 гол. Алғашқысын Жетісу, екіншісін Астана соқты. Қарымта шабуылды жіберіп алды. Гол көрсетіп отыр. Топтан айырылды. Гол! Есеп 2-5. Никита Зайцев. Астананың тағы да бір голын соқты. 29-шы минутта. Никита Зайцев Астана сапындағы 3-ші голын соқты осылайша.
Қол бойынша 3-3 есеп. Тоқаев қақпа маңына пас және гол! 3-5 Финева есеп айырмасын қысқартты. Бос қақпаға гол соқты 87-ші нөмір. Және Финева 3-5. Қақпа маңына пас және гол қақпаға, доп қақпаға еніп кетті. 4-5. Енді бір гол керек Жетісуға. Қорғанысты бұзып жарды қазір Жетісу командасы. Төрехан Досовтың атына жазған секілді бұл голда. Бізге қайталау керек тағы да. Енді бір гол. 5 минут 6 секунд қалды. Тағы бір гол соғала ма? Жоқ, бұл жерде Төрехан Досов ешқандай допқа тимеген. Доп голды Алевтің атына жазу тиіс. Оқыны бұғатап тастаған қазір. Міне мүмкіндік. Соққы! Есеп 5-5. Төрехан Досов есепті 5-5 қылды, құрметті көрермен. 2-5 жеңіліп жатқан команда осылайша есепті теңестірді. Төрехан Досов дубльдің авторы атанып отыр. Чемпионатта 22-ші голын соқты. Үздік сұрмерген. Енді екі командада жеңіс гол үшін барын салатындығы түсінікті. 2 минут 15 секунд бар. Матчтың аяқталуына. Мінекей Досов тепкен допты қақпашы қайтара алмады. Никита Зайцевтің аяғының астынан доп өте шықты. Гол! Не деген гол мынау, не деген гол, құрметті көрермен. Қақпашының берген пасын жерге түсірмей допты қақпаға бұрып жіберген Төрехан Досов. Хет-трик. Төрехан Досов хет-триктің авторы атанды. 6-5. Керемет камбэк Жетісудан. Қараңыздаршы. Қақпадан шығарылған. Феликс Индио. Доп сыртқа кетпеген екен, әлде шабуыл жалғасады. Және 7-5 автогол. Өкінішке қарай Астана командасы автогол салып алды қақпасына. Сарбасовтың пасы және Ахмет Борханов. Қарсылас қақпасына да гол соқты. Бүгін